Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін мынандай қуырдақтың рецептісімен сіздермен бірге бөліскім келді. Өте оңай және де әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться етіп, лайк басып отырыңыздар. Менде бұл жерде сиырдың бауыры, еті, бүйрегі, өкпесі және де жүрегі. Барлығын орташа қылып кесуге болады. Өзіңіздің қалауыңызша әрине, бірақ мен орташа қылып кестім. Кішкентай қылып да ірі етіп де өзіңіздің қалағаныңызша кесуге болады. Мен орташа қылып кесіп, жақсылап тұрып барлығын жуып алған болатынмын. Осы қуырдақ рецептісімен көп адам өзінің қалағаныңызша жасайды, бірақ мен осындай қылып рецептісімен бөліскім келді. Осындай рецептімен жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Қуырдақты еттің өзінен де жасауға болады, бірақ үстіне де картошка қосып та жасауға болады. Мен картоп қосып жасаған болатынмын. Өте дәмді шығады және де оңай дайындалады. Етіміздің барлығын кесіп болған соң жақсылап тұрып жуып тазалап қоямыз. Қазанға құйрық майын салып жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қуырып алған соң үстінен жаймендеп осылай етімізді салып жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Әрбір адам өзінің қуырдақтың рецептісімен өзі қалағанынша жасайды, бірақ мен осы рецептпен жасаймын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Осы етіп қуырып алған соң міндетті түрде еттің өзінің суы шығады. Ол өте жақсы. Осы суына өзінің несіне қарап пісіреміз. Міндетті түрде үстіне тұзымызды салып, бұрышымызды салып қоямыз. Дәміне қарай осы суына пісіретін боламыз. Қалағаныңызша су қосуға болады әрине, бірақ асты жабысып кетеді десеңіз, су қосуға болады. Бірақ сізде антипригарный ыдыс болатын болса, онда су қосудың қажеті жоқ. Крышкасын жауып қойып, осылай 1 сағаттай тушить етіп қоямыз, яғни бұқтырып қоямыз. Менде су азайып қалған соң, мен үстіне су қосып қойған болатынмын. Суды қосып, жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып қоямыз. 1 сағаттай пісіріп аламыз. Ет барлығы піскен соң осындай қылып пісетін болады. Барлығы піскен соң үстіне картопымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып, тағы да 20-30 минутқа бетін жауып қойып пісіріп аламыз. Сіздерге осы рецептін жасаған ұнайды деп ойлаймын. Менің қуырдағым осымен дайын болды. Жақындарыңызды қуантып, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.